Сәлем балақай. Қарды сен де жақсы көретін боларсың. Аққала ойнап, қармен атыспақ ойнағанды кім жақсы көрмейді? Солай емес пе? Ал біздің панда ешқашан қар көрмепті. Ендеше панданың әңгімесін бірге тыңдайық. Бақытты панда. Панда жайбырақат оянып, айналасындағы дыбыстарға құлақ түрді. Өз тынысынан басқа ешқандай дыбыс естімеді. Панда өзін жайлы сезініп, күлімсіреді. Ол алдымен бір аяғын созды, сосын екінші аяғын. Жайлап, баяу керілді. Бір рет, екі рет, үш рет, төрт рет. Асықпай, әрі тыныш қана керілді. Енді панда жаңа күнді бастауға дайын болды. Бұл не? Аула әппақ көрпеге оранғандай. Панда бұрын соңды қар көрмеген болатын. Панда есікті ашты. Қардың қандай болатыны оны қызықтырды. Терең-терең тыныс алды. Бірақ қардың иісі жоқ. Бірнеше қар түйіршіктері панданың мұрнына тиді. Панда терең демалып, үрледі, тағы да үрледі. Қар түйіршіктері мұрнының ұшынан ұшып кетті. Панда қуана күлді. Панда қарда жүргісі келді. Алдымен абайлап бір аяғын қарға қойды. Сосын екіншісін. Аяғының қарға көмілгені қандай қызық. Ол өзін жақсы сезінді. Қар өте әдемі еді. Қуаныштан шалқасынан жатты. Домаланды. Бар жерін қар басып қалды. Ол орнынан тұрып, үсті басын сілкті. Мұрнын, қарнын, аяқтарын тазалады. Панда жайлап тыныс алды. Өзін сондай жақсы сезінді. Тышқан сияқты кішкентай қадамдармен алға басты. Кенет ол тайып кетіп, сырғи бастады. Сосын үлкен қадамдармен сырғи бастады. Жылдамдады, барған сайын тезірек сырғанады. Бұл оған қатты ұнады. Айналаның бәрі әппақ, сондай әдемі еді. Панда артына бұрылып, қарда қалған іздеріне қарады. Сосын бір сәтке тоқтап тұрды. Жайлап, тыныш қана тыныс алды. Панда қарда әбден ойнады. Енді үйге қайтатын уақыт келді. Анасы пандаға арнап жылы сүт дайындап қойды. Панда кесені екі қолымен ұстағанда, сүттің жылуы оның бүкіл денесін жылытып жіберді. Сүт ыстық еді. Тәбеті ашылған панда бір жұтым ішпестен бұрын сүтке жайлап үрледі. Панданың үсті басы қардан су болып тоңып қалған еді. Анасы сиқырлы алақанымен панданың денесін түгел уқалап, баласының кішкентай денесін жылытып алды. Панда көзін жұмып, осы әдемі сәттен ләззат алды. Ол өзін тыныш әрі жақсы сезінді. Терең тыныс ал, деді анасы панда. Батылдық пен сенімділік саған жаңбыр сияқты жауып жатқанын елестет. Осы батылдық пен сенімділіктің бүтін тұла бойыңа дарып жатқанына бар назарыңды қой, деді. Иә балалар, бүгінгі әңгімеміз осымен тәмамдалды. Сендерге жақсы ұйқы тілеймін. Жайлы жатып, жақсы тұрыңдар.